Қан қысымы қандай кезде адам ажал құшуы мүмкін? Сәлем достар! Сіздермен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қан қысымы ойыншық емес. Төмен қан қысымында да адам ажал құшуы мүмкін бе? Адамның қан қысымы көрсеткіші бірден өзгергенде ағзаға айтарлықтай зардап тигізетіні белгілі. Ол жоғары қан қысымы болсын, көрсеткіші төмен болсын, адам үшін қауіпті саналады. Қалай болғанда да бүгінде гипертониядан зардап шегетіндердің қатары гипотониямен салыстырғанда айтарлықтай көп. Сонымен қатар, бұл көрсеткіштің артып бара жатқанын да айтпай кетуге болмас. Бұл дерттен зардап шегетіндер бұрындары тек егде жандардың арасында көп кездессе, қазір жастардың бойынан табылып жатқандығы қауіптендіріп отыр. Қан қысымы қанның тамырларға салмақ түсіретін күші. Артериалды қан қысымы деген тіркестің өзін дұрыс түсінбей қалатындар бар. Мұнда қан қысымы ағзадағы бүкіл қан тамырларында деп түсіну қате пікір. Қан қысымы көк тамырда, капиллярда және жүректе де орын алады. Осы арасын анықтап алған жөн. Адам өміріне қауіпсіз қан қысымының көрсеткіші сынап бағаны бойынша 120/80, ал қауіпсіздіктің максималды көрсеткіші 140/90 болғанға дейін ғана. Егер бұл көрсеткіш бұдан да көтерілсе, гипертонияның беталысы деп түсіндіріледі. Көрсеткіштегі ең үлкен саны систолалық артериалды қан қысымы. Бұл жүректің ең жоғары дәрежеде сығылуынан пайда болатын қысым. Екінші сан диастолалық көрсеткіш. Бұл жүректің босаңсу сәтіндегі қысымы. Оларды жоғары және төменгі деп атайды. Бірақ бұл қалыпты көрсеткіштен салыстыруға да болмайды. Себебі әрбір ағза бірегей екенін де есте сақтау керек. Біреулер үшін 80/60 болатын қан қысымы қалыпты болуы мүмкін. Ал енді біреулер үшін 140/90 мм қалыпты саналады. Дегенмен ағзаны бірегей екен деп оның үстіне ешқандай қауіпті белгілер байқалмайды деп денсаулыққа, әсіресе қан қысымының көрсеткішіне немқұрайлы қарауға болмайды. Кез келген жағдайда дәрігердің тексеруі маңызды рөл атқарады. Ең қауіпті қан қысымы қандай? Қан қысымның бірден көтеріліп кетуі немесе төмендеуі жүрек қан тамыр жүйесінде айтарлықтай зардабын тигізетіні анық. Қандай жағдай болмасын, қалыпты қан қысымын 20-30 пункттен жоғары немесе төмен түскен қан қысымы қауіпті саналады. Аталған сан 30-дан жоғары болса, бұл аса қауіпті. Қалыпты қан қысымының көрсеткіштері. 100/60 мм-ден төмен болса, бұл гипотония, ал 140-90-нан жоғары болса, бұл гипертония деп аталады. Адам ағзасы көтере алатын ең жоғары қан қысымы сынап бағанасы бойынша 300 мм-ге дейін жетеді. Бұл өте сирек кездеседі. Себебі бұл 100% өліммен аяқталатын көрсеткіш. Гипертониялық кризде артериалды қан қысым 240-260-та сынап бағанасының 140-130 болғанын көрсетеді. Ең қиын жағдайдағы төменгі қан қысым бұл 70 пен 40-тың арасы. Тіпті одан да төмен болса, бұл қауіпті жағдайға алып келеді. Жоғары қан қысымы аяқ астынан болатын жүрек жеткіліксіздігін тудырып, көбіне аяқ асты болатын өлім жағдайына соқтырады. Адамның қан қысымы себепсіз көтерілмейді. Оған белгілі бір түрлі факторлардан құралатын жиынтық себеп болуы мүмкін. Сондай-ақ қан қысымының көтеріліп кетуі тек ағзадағы проблемаларға ғана қатысты емес. Сондықтан қан қысымы көтерілгенде мына жағдайларға назар аудару керек. Ағзаның сусыздануы. Адам күніне шамамен 1,5 литр су ішуі керек. Бірақ тек таза су ғана. Егер ағза өзіне қажетті мөлшерде күнделікті суды қабылдамаса, қан қоюлана бастайды. Ол жүректің жұмысын ауыртып, нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Тым майлы тамақты жиі тұтыну
құрамында холестерині көп азық-түлікті пайдалану. Бұл жағдайда қан тамырлардың ағысына кедергі болатын холестеринді түйіндердің пайда болуына алып келеді. Күнделікті тағам әзірінде тұздың шамадан тыс көп болуы. Жағымсыз әдеттер, алкоголь және темекі, ағзаға ауыр күш салатын жұмыстар, немесе олардың мүлде болмауы. Тым ауыр күш түсіретін жұмыстар кезінде ағза жұмысында жаңылу орын алады. Ал керісінше физикалық күш жұмсау мүлде болмаған жағдайда қан айналым нашарлап, жүректің бұлшықеті босаңдайды. Жиі орын алатын стресстер. Себептердің бірі тұқым қуалайтын бейімділік болуы мүмкін. Сонымен қатар 50 жастан жоғары бүйрек пен бас жарақаты болуы да мүмкін. Бірінші және басты себеп стресстің әсері және көңіл күйге түсетін салмақ. Ақыл-ойға түсетін ауыр күш. Нашар жағдайда жасалатын жұмыста қан қысымының түсіп кетуіне әсер етеді. Дене қимылы өте аз болатын жағдайлар. Әдетте гипотония спортшыларда жиі кездеседі. Олар дене қимылы мен белсенді айналысса да қан қысымының түсіп кетуіне, денеге түсетін салмақтан ағзаның қорғанысы түзілген кез себеп болатын көрінеді. Абайлаңыз, егер гипертония 89%-да науқас ұйықтап жатып, ажал құшып кетуі мүмкін. Дәрі-дәрмек бизнесі де қан қысымы дертіне шалдыққандарды алдау арқылы пайда табады. Сондықтан әрбір дәріні дәрігердің кеңесімен сатып алып қолдану керек. Жыл сайын қан қысымының әсерінен жүрек ауруынан әлемде 1 миллионға жуық адам қайтыс болады.